қалай? Сендерге Қайнар қосымша білім беру кешеніндегі Қайнар Лайф медиа орталығы болашаққа бағдар атты жобасын ұсынады. Олай болса экранға жақсылап жайғасып, бізді тамашалаңдар. Ақпаратты доп секілді тез жеткізер, бір-біріне пас беріскен футболистей. Жинаған ақпаратпен селт еткізер, мамандықтың төресі журналистей. Зерттейді спорт өнер білімді. Халықты сан түрлі буынды. Таратар ақпаратты әр саладан құбылысты зерттейді ол ғылымда. Түсінген болсаңдар, бүгін біз журналист мамандығы жайлы айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңдар. Жақыннан танысып, кеңінен баяндайық. Біз бастаймыз. Сәлеметсіз бе, Айнагүл Сәрсенбайқызы, мен Мереймін. Студияға қош келдіңіз, рахмет. Шавдерова Айнагүл Сәрсенбайқызы 1986 жылы Орынбор облысында дүниеге келген. Ақтөбе облысы Жем станциясында орта мектепте білім алған. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қазақ мемлекеттік университеті журналистика факультетін тәмамдаған. Журналистика саласында 10 жылдық тәжірибесі бар білікті маман. Қайнар қосымша білім беру кешеніндегі медиа орталықтың негізін қалаушы. Айнагүл Сәрсенбайқызы, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Жалпы журналистика саласына қалай келдіңіз? Жалпы журналистика саласына 9-шы сыныпта оқып жүрген кезде өте белсенді болдым мектепте. Мәдениет саласы жөніндегі министр болдым. Сыныпта министр болдым деген бір өзінің бір президенттік, үкіметтік мектептің ішінде сондай бір басқарулар болатынды. Соның ішінде мен мәдениет іс-шаралардың министрі болатынбыз, яғни іс-шараларды ұйымдастыру жөнінде. Сол жерде жүрген кезде бізге жиі журналист келеді. Ол кезде мен Рудный қаласында тұрамын. Қостанай облысы Рудный дауысы деген жергілікті телеарнаның журналисті келеді. Журналист ақын кісі, өтірік айтпай қойын, атын ұмытып қалып шынымды айтсам, себебі ол кісі қайтыс болып кеткен. Гүлнар, қателеспесем, сол кісіні жиі келіп тұратын. Сол кісінің сөйлеуін, өзін ұстауын, камерада қалай не алады, интервью алады, соның барлығын көріп қызыға бастадым. Ол мамандыққа түсу үшін бір пәнді таңдау керек қой. Керек, мысалы, сол бағытта жұмыс істеу керек деген сияқты. Мен білгені жоқ. Қалай, сосын мен ол кісіге жақындадым. Апай, ренжімеймінші, сіз сияқты журналист болғым келеді. Ол үшін не істеуім керек, айтыңызшы, маған көмек беріңізші, қайда оқуға түсуге болады деп ақырындап мен сұрай бастадым. Ол кісі келген сайын мен ол кісіге көмектесе бастадым, іс-шаралар жайлы интервьюларын бердім, керек адамдарын тауып беріп отырдым, яғни солай өзімше бір қызмет жасап көмек беріп отырдым. Сен мектепте барлық іс-шараларды енді өзім жүргесі жерде білесің ғой, ұйымдастырушы болғасын жерде. Сосын ол кісі маған айтты: Айнагүл, сен әдебиетті оқуың керексің, қазақ тілін оқуың керексің, тіл жағынан мықты болуың керексің. Ол үшін сахналарда көп шық, халықтың алдында көп шық, өз-өзіңді соған дағдыландыр, үйрендір. Бірақ соның тек қана мектепте емес, мен басқа үйірмелерге де қатысып жүрдім, домбыраға бардым. Сөйтіп, журналистикаға қызығушылығым басталды. Айнагүл Сәрсенбайқызы, қайра айтқанда журналист болу үшін не істеу керек екенін жіктеп айтып бересіз бе? Әрине, біріншіден жақсы оқу керек. Тілге қызығушылық болу керек. Қазіргі заманда түрлі тіл білу керек. Кезінде жаңа мен айтып жатырмын, қазақ тілі, жаңағы әдебиет деп. Қазір орыс тілі де керек, ағылшын тілі де керек. Сондықтан тілге жақын болу керек. Әдебиет жақсы көру керек. Әсіресе өзіміздің еліміздің әдебиетін жақсы білу. Жан-жақты болу керек. Екіншіден, шығармашылыққа, өнерге бет бұру керек, яғни жақын болу керек. Яғни активный, белсенді болу. Өз-өзіңді көрсете білу, халықтың алдында өзіңді еркін ұстай білу. Соның барлығын ақырындап үйрене беру керек. Үшіншіден, жаңағыдай қазақ тіліне жақсы болу керек деп тұрмын ғой. Текстке де жақсы болу керек, яғни жаза білу керек. Өз ойыңды ойлау ғана емес, оны қағаз бетіне түсіре де білу керек. Ол да маңызды. Тағы бір нәрсені ескере кететін, ол еңбекке. Басты ниет қойғасын жерде, мақсат қойғасын жерде, жолда аяқ шалатындар болады, ол өмір болғасы жолы болады, олсыз болмай, қиындықтар болады, ол да болады. Оның барлығын бірақ күш-жігеріңді жинап,
мақсат қойып білгесін жерде сол мақсатыңа мүмкіндігінше соңына дейін жетіп сол мамандықтың иесі болу. Енді қазір жұмысыңыздың қыр-сырымен бөлісіп өтсеңіз. Күнде әр сюжеттен күнде енді 3-4 сюжет болады ғой. Жер-жерге барасың, түрлі адамдармен сөйлесесің, психология, адаммен сөйлесу ерекше сезім болады. Оның барлығын жақсы көреді, соншалықты. Тікелей эфирлер болды. Өте көп тікелей эфирлер жүргіздім. Басшылармен жүргіздім, әкіммен жүргіздім. Сол тікелей эфирлерде жаңағы форс-мажорлар болады. Мысалы, тұрғындар қате сұрақтар қояды, дұрыс емес, провокационный сұрақтар қояды. Сондай сұрақтарды жаңағыдай сглаживать дейді ғой, ақырындап, әдемілеп жеткізуге, жаңағыдай бұрып жіберуге тырысу, сондай бір импровизационный бір қасиетіңде болу керек негізі. Жауаптарыңызға көп рахмет. Қызықты көп деген дүниелерді біліп жатырмын. Осы қызық демекші жұмысыңызда орын алған қызықты оқиғаларды айтып берсеңіз. Қызықты оқиға бұл өмірлік есінде қалатын нәрсе. Мен ең бірінші жұмысқа шақырған уақытта 2005 жылы жұмысқа шақырды. Бірден жұмысқа кірістім. Бұл мамандықты жанымменен, жүрегіммен сүйгенім соншалық. Шамамен 6-7 айдың көлемінде мен тегін жұмыс істеттім. Тегін жұмыс істедім деген, кәдімгі тегін жұмыс істедім. Қазір мысалы жастар жұмысқа барардың алда ақысы түгел барлығын сұрап, мен оны да сұраған жоқ. Айлық қанша, ондай вообще сұрақтар болған жоқ. Менің мақсатым мына журналист болып, мына елмен хабарласу, тілдесу, адамдармен жаңалықтарын жеткізу, халықпенен басшылықтың, биліктің ортасында көпір болу, жеткізу, мәселелерін шешу, сондай қызық болды. 7 айға дейін мен я құжат тапсырмағанмын, жұмысқа орналасу, я айлық алмағанмын. Менің редакторым 2006 жылы айтады, Айнагүл, сен осы айлық алдына келмей ма? Мен айлық алуға бола ма? Бере ма десем, әрине берем. Барлық құжаттарыңды тапсыр, жаңа кадрлар бөліміне, сосын айлыққа әлі келсін. Айлықты да сұраған жоқ. Бірінші айлығым түскен кезде енді анамның тәрбиесі ғой. Барып нан алдым бірінші. Еге солай тәрбиеленген бірінші айлығымнан нан алдым. Сондай қызық оқиға болған. Мамандығыңыздың қандай қиындықтары бар? Соншалықты есімде қатысы бір қатып қалған жоқ, себебі мен ол қиындықтарды өтіп кетуге тырыстым. Егер мысалы мен басымда қалып қойған бір нәрсе болса, мен ол өте алмаған деген сөз. Ал мен шынымды айтсам, қиындықтар енді болады ғой, олсыз болмайды. Мен ол қиындықтарды ұмытып кетуге тырысамын. Өтіп кеткесін жерде артқа қарай мүмкіндігінше болса қайтпауға тырысамын. Әрине жақсы жақтарды есіме алып, жаман жақтарды қайтарғым келмейді. Дұрыс. Айнагүл Сәрсенбайқызы, балаларға камера алдында мәтінді дұрыс оқу, қалай өзін дұрыс ұстау керектігі жайлы айтып берсеңіз. Ең басты жаңа айтып жатырмын, сөзіміздің басында, сұхбатымыздың басында айтып жатырмын. Бала өзін кішкентай, егер сондай журналист боламын деп мақсат қойып отырса, кішкентай кезінен бастап, ол кішкентай болсын, қай уақытта өзін сондай мақсат қояды, сол уақыттан бастап белсенді бола бастау керек. Қорықпау керек. Ешкім жеймейді, ешкім киіміңді алып қалмайды. Адамның алдында сөйлесең де, камераның алдында сөйлесең де, ешкім ештеңе. Менің бір редакторымның айтқан бір сөзі бар. Әрине, камераның алдында қорқыныш болады, олсыз болмайды. Бірақ маған редакторымның айтқан бір сөзі бар, сол есімде қалды. Айнагүл, қараш, мына залда ешкім жоқ. Сен міне диктор болып отырсың. Болды, ешкім жоқ. Міне камера ғана тұр. Сен камераның ар жағында мама отыр деп ойла. Жақыным отыр деп. Вот сол кісіге айтып бер жаңалықты. Эмоционалдық тұрғыда. Ешқандай бір көз ғана қарап тұрса. Басқа ешкім қарап тұрған жоқ. Адам жоқ, тыңдап тұрған жоқ. Бірақ уақыт өте келе, енді мен сол қағиданы алып солай оқыдым ғой. Солай оқып жүрдім де, бірақ уақыт келе мен түсіне бастадым. Сол бір көздің артында миллиондаған көздер тұр. Яғни халық қарап отыр, көрермен қарап отыр. Маған көз түсіп отыр. Ол маған емес, менің айтқан сөзіме, дикцияма, жаңалықты дұрыс жеткізуіме, сөзіме көңіл бөлу керек. Жауабыңызға көп рахмет. Айнагүл Сәрсенбайқызы, ендеше біз осында отырған медиа орталық жайлы кеңінен баяндасақ.
Айнагүл Сәрсенбайқызы. Ал қазір міне тұрған жасыл фон жайлы, мынау тұрған жарық жайлы, жалпы студия жайлы бізге баяндап берсеңіз. Қателеспесем, 2016 жылы бұл студияны біз ашқан болатынбыз. Әрине, басшылықтың қолдауынсыз бұл ашылмайтын еді. Валентин Николаев осы Қайнар кешенінің директоры. Айнагүл, бірге ашайын, қолдау жасайын, мүмкіндігінше ақша бөлуге тырысамыз. Осындай бір көптен бері ойлап жүрген медиа орталық ашқымыз келіп жүр. Бірге қолға алайық деп, мен сіздің проектсіз, сіздің қандай студия болады, мүмкіндігімізше жаңағыдай үлкен телеарнадағыдай студия болмағанменен соған жақындатуға тырыстым. Ең бастысы, мен жасаған нәрсем бұл жобаны жасағаннан кейін ішіне қажетті құрал саймандарды алып бастадым. Бұл жарықны сеніп бақшы. Түгел комплект жарық заказ бердім. Одан кейін петличкалар, мына үстімізде ілініп тұрған дауыстың жақсы шығуына қамтамасыз ететін петличкалар заказ бердім. Бұдан басқа енді съемка жасап болған, түсірілім жасап болғаннан кейін не істеу керек? Оны монтаждау керек, оны барлық ретке келтіру керек, көрермен көрсету үшін. Сондықтан компьютер алдық. Компьютер жай компьютер болмау керек. Яғни сол материалдың бәрін көтере алатын жақсы деңгейдегі жақсы компьютер болды. Оны қарастырдық. Осыны жаңағыдай тапсырысқа бергеннен кейін осы зеленый фон деп жатсыз ғой, бұл негізі хромакей деп аталады. Керемет, жауабыңызға рахмет. Ал осы айтып жатқан хромакей дедіңіз бе? Сонда не түсіруге болады мысалы? Қандай бағдарламалар? Жалпы бағдарлама кез келгенін жасау. Бұл хромакейді алғатқан кезде мен басшылыққа енді ақша алу үшін, осы хромакейді сатып алу үшін дәлелдеуім керек қой. Не үшін керек? Көбісі түсінбейтін. Оны тек қана мына жұмыс істеген журналистер ғана түсінеді, бұның соншалықты маңыздылығын. Сондықтан бұл жерде, бұл мекемеде мұндаймен жұмыс істемегесін болғасын жерде мен видеолар іздей бастадым. Яғни перевоплощение, қалай оны қолдануға болады. Яғни көрсету, мен оны түсініп тұрмын, ұғып тұрмын, істеуге болатынын түсініп тұрмын. Мысалы, міне зеленый фонда, жасыл фонда, хромакейда біз екеуміз сөйлесіп тұрмыз. Міне монтаж арқылы готовый, дайын видеоны монтаж арқылы осы жасыл фоннан белгілі бір картинаны қойып, мысалы біз Астанада тұруымыз болады. Соншалықты артына Астананы фонын қойып қойсақ, екеуміз Астананың маңында тұрған сияқты, Бәйтеректің маңында тұрған сияқты оқымыз. Немесе Париждің фотосын қойып қойсақ, бір Эйфелевая башняның қасында екеуміз сұхбат беріп тұрған сияқты оқымыз. Яғни соншалықты. Және бұл жаңа хромакейді алдық деп айтып тұрмын ғой. Бұндай көлемдегі хромакей тек қана осында бар деп айтып тұрмын ғой. Неге? Себебі ол 6 метр, яғни ол соншалықты үлкен. Біз түсірген уақытта балаларды мына түгел студияда аяғына дейін жауып, балаларды жаңағы түрлі нелерге, конкурстарға дайындайтынбыз, түсіретінбіз. Сол уақытта сол балаларды судың үстінде тұрған сияқты болады. Аяқтарымен кәдімгі осы хромакейдің арқасында. Немесе жүріп келе жатады, аяқтары түгел барлығы басқа бір әлемде болсын, қалада болсын, елде болсын, сондай деңгейге дейін көрсетуге. Бұл жерде студияны да қоюға. Яғни сіз жай столды қойып, орындықты қойып, жаңалықтар оқып отырып, кәдімгі жасыл фонда. Бірақ монтаж жасау арқылы сіз артыңызда үлкен телеарнадағыдай үлкен студия қоюға болады артында. Біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Ендеше Айнагүл Сәрсенбайқызы, болашақта журналист боламын деген балаларға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Сұрақтарыңызға үлкен рахмет, бірақ осы соңғы сұрақтың жауабын мен қазір Қайнар кешенінің ішінде көрсетіп жүріп, жалпы себебі журналистика мамандығын осы жерде балаларға таныстыра бастадық. Сондықтан Қайнардың ішінде жүре келе сізге сол сұрағыңызға жауап берейін, рұқсат болса. Жақсы. Мен бағанағы сұрағына жауап беріп кетейін. Жалпы балаларға тілегім, бұл ең бастысы білім алу. Жақсы білім алу. Себебі фундамент білімде. Оқу, мектеп қабырғасында. Сол жерде алған білім, одан кейін әрі қарай септігін тигізеді, көп септігін тигізеді.
кітап оқу керек. Қазір өкінішке орай көбісі көп жастар кітап оқи бермейді. Кітап оқу керек, тіл дамыту керек. Егер халықтың алдына шығып, адамның алдына шығып, сөз сөйлеп, сол адамдардың назарын өзіне аудартқысы келсе, сөздік қоры көп болу керек. Ал ол үшін кітап оқу керек. Және талмай еңбек ету. Сізге көп рахмет Айнагүл Сәрсенбайқызы. Алтын уақытыңызды бөліп, мамандығыңыздың қыр-сырымен бөліскеніңіз үшін де сізге толағай табыс пен шығармашылық шабыт тілеймін. Мен айтқаным келсін. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға, шығармашылық табыс сіздерге де тілеймін. Рахмет. Достар, бүгінгі бағдарламамыз көңілдеріне шықты ма? Ұнаған болса, төменге пікір қалдырып, өз ойларымен бөлісіп кетіңдер. Сондай-ақ лүпіл басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңдар. Бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.